Сәлем баршаңызға достар, менің YouTube каналымдағы кішігірім асханама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі керемет тәп-тәтті болып шығатын испанский чизкейктің рецептісімен бөліспекшімін. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Ең әуелі барлығын алдын ала дайындап аламыз. Бізге жұмыртқа, қант және де кукурузный крахмал, творожный сыр, сливки қажет болады. Ең әуелі таза құрғақ ыдысымызға творожный сырды салып аламыз. Менде Калехтың фирмасының творожный сыры және де қантты салып, миксердің жай жылдамдығынан жоғары жылдамдыққа әр минут сайын көтере отырып, қант пен творожный сырымыз біркелкі масса болғанша жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Шет-шетіндегі қалып кеткен творожный сырларды барлығын біріктіріп, тағы да жақсылап миксерлеп жіберіңіздер, сонда барлығы біркелкі әдемі болып шығады. Жақсылап миксерлеп болған соң, үстінен бір-бір жұмыртқадан сала отырып, жақсылап миксерлейміз. Жұмыртқаны бірден салып жібермейміз. Бір даналап, 4 жұмыртқамызды кезек-кезек сала отырып, біркелкі масса болғанша жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Міне бізде осындай кішкене сұйықтау, әрі өте әппақ, әдемі масса пайда болады. Шетін тағы да жақсылап алып, миксерлеп жіберіңіздер. Енді осы массаның үстінен біз сливкиді құятын боламыз. Сливки міндетті түрде 30%-дан жоғары болу керек. Егер одан төмен болса, сіздердің чизкейктеріңіз дұрыс көтерілмейтін болады. Және де кукурузный крахмалды салып, тағы да біркелкі болғанша миксердің жай жылдамдығымен жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Бізде осындай біркелкі, плотный, өте әдемі масса пайда болды. Лопатканың көмегімен ауасын шығарып, жақсылап араластырып жіберіңіздер. Осылай біркелкі болғанша араластырсаңыздар, арасындағы ауасы шығып, чизкейк біркелкі әдемі болып шығатын болады. Енді противеннің үстіне формамызды қоямыз. Менде 18 дециметрлік форма, астын фольгамен орадым және де жан-жағына пергаментный бумаганы төсеп, ішіне сұйықтығымызды саламыз. Үстін біркелкі етіп тегістеп жібереміз де, қызып тұрған пеште 220 градуста 40-45 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Чизкейк ең алғашында піскен кезде осылай қатты көтеріліп тұрады, әбден суыған соң түседі. Әбден суып болған соң формасынан алып, мұздатқышқа суытып алыңыздар, және де өз қалауларыңызша осылай әрлесеңіздер болады. Сіздерге міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Ыстық шаймен өте керемет үйлесімді, тәп-тәтті керемет чизкейктердің бірі. Сіздерге видео ұнап жатса, лайк басып пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Каналға да тіркеліп қойыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет, сіздермен болған ләззат.